Сәлем достар, сіздермен бүгін шығыстың өте дәмді және ерекше болып келетін самсасын дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар және менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Алдағы уақытта бұдан да басқа керемет рецептермен бөлісетін боламын. Алдымен ұнға сары майымызды салып, жақсылап қолымыздың көмегімен араластырып аламыз. Сары майымыз бөлме температурасында болу керек. Не осындай болып шығады. Содан соң тұз саламыз және жылы сүт құямыз. Жақсылап жұмсақ қамыр илеміз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Өте жұмсақ, нәзік болып келеді. Енді бетін жауып, жарты сағатқа демалдырып қоямыз. Сол жарты сағаттың ішінде арасына салатын салмасын дайындаймыз. Бізге керегі фарш, содан соң тәтті болгар бұрышы керек. Осылай видеодағыдай етіп, майдалап турап аламыз барлығын. Келесі пиязды да дәл солай майдалап турап аламыз. Енді фаршымызға қосамыз. Келесі кезекте қызанақты да дәл солай ұсақтап тураймыз. Керек емес, қажет емес жерлерін осылай алып тастаймыз да, қалған бөлігін ұсақтап турайтын боламыз. Қызанақты да турап болдық. Жаңағы фаршымызға қосамыз. Содан соң дәміне қарай тұз саламыз және сұйық май құямыз. Бұрыш қосамыз. Және де өзіңіздің қалаған дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Паприка қосамыз. Мен бұл жерде тауық етіне арналған дәмдеуішті қостым. Енді жақсылап араластырамыз. Міне біздің салмамыз дайын болды. Енді қамырымызды алып, бөліктерге бөлеміз. Мен үлкен-үлкен 2 адамдық тағам жасадым. Сіздер кішірек етіп жасасаңыздар болады. Сонда 4 адамдық тағам шығады. Бұл өте тойымды тағам түрі. Сол үшін кішірек етіп жасасаңыздар болады. Міне 4 бөлікке бөліп алдық. Дөңгелектеп, бетін жауып, 10-20 минут қойып қоямыз. Міне 10-20 минут өтті. Қамырымыз жұмсақ әдемі болып тұр. Енді осы қамырды бір-бірлеп жайып бастаймыз. Біздің бірінші қамырымыз дайын. Енді бұл қамырды қағазға орналастырып қоямыз. Содан соң екінші қамырды да дәл солай жаятын боламыз. Екінші қамырды да жайып болдық. Жаңағы бірінші қамырды алып, арасына салатын салмасын қасықтың көмегімен саламыз. Салмамызды 2 бөлікке бөліп алдым. Ортасынан бөліп, жарты бөлігін осы қамырға, қалған жартысын келесі қамырға саламыз. Енді жаңағы жайып қойған екінші қамырымызды бетіне осылай орналастырып шығамыз. Содан соң жан-жағын жақсылап біріктіреміз. Ауа өтпейтіндей болу керек. Кішкене осындай тесік қалдырамыз. Енді қамырымыздың жанын әсемдеп өріп шығамыз.
Дәл видеодағыдай етіп жасасаңыздар, сіздердің де қамырларыңыз өте әдемі болып шығады. Басқанда да қаттырақ басу керек, себебі ауа кіріп кетпеу керек. Қамырымыздың жан-жағын әсемдеп болдық. Ең соңында осындай тесікке трубочкамен үрлейтін боламыз. Дәл видеодағыдай етіп жасасаңыздар, сіздердің де самсаларыңыз керемет болып шығады. Трубочканы алып тастаған жерімізді де жақсылап, әдемлеп, әсемдеп өріп шығамыз. Содан соң бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Содан соң күнжіт септім. Егер сіздерде күнжіт болмаса, қара күнжіт немесе мак сепсеңіздер болады. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан өте баяу отта жарты сағаттай пісіріп аламыз. Міне менікі дайын болды. Өте керемет болып шығады. Менде біреуі іспей қалды, себебі жанын қатты баспағандықтан сондай болды. Сіздер жан-жағын жақсылап бітесеңіздер, керемет болып пісіп, әдемі болып шығады. Дәмі де барлығы керемет болып шығады. Жолдасыма қатты ұнады. Сіздер де жақындарыңызға жасап беріңіздер. Оларға да ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен болған Жансая ас болсын.